Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге чак-чактың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, маңызды жерлерін сақтап алыңыздар. Алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып алатын боламыз. Оның үстіне шым-шым тұз себетін боламыз. Одан кейін екеуін жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте разрыхителімізді салып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Келесі кезекте керегінше ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен қаттылау қылып қамыр илеп алатын боламыз. Бізде осындай кішкене қаттылау қамыр дайын болып шығады. Оны пакетке салып, 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. Кішкене демалдырамыз. Дайын болған қамырымызды осылай алып, ұнымызды себе отырып, оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп қамырымызды жайып алатын боламыз. Менде осындай жұқалықта қамыр дайын болып шығады. Оған кішкене ұн жағып, оқтауымызға осылай орап аламыз да, дәл осы тұрған күйінде пышақпен кесіп алатын боламыз. Ендігі кезекте дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп, бірнеше бөлікке бөлу арқылы тез-тез қамырларымызды турап алатын боламыз. Бұл бізде осылай қамырды кескенге өте ыңғайлы болып шығады. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеле кетіңіздер, және де менің каналымнан басқа да видео рецепттерді таба аласыздар. Мысалы, ыстық тағам, бірнеше сусындар, қонақ күткенге арналған тәттілердің рецептілерін менің каналымнан таба аласыздар. Біздің чак-чактың қамырлары дайын болып шықты. Барлығын осылай көбіктеп турап алдым. Енді майымызды қатты қыздырмаймыз. Осылай екі жағын айналдыра отырып пісіріп алатын боламыз. Майымыз қатты қызса күйіп кетеді. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай әдемі болып, сап-сары болып пісіп шығатын болады. Осылай басқа ыдысқа керегінше чак-чактарды салып аламын. Одан кейін үстіне осындай сгущенка молоконы үстіне құя отырып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламын. Негізі қолмен араластырудың керегі жоқ, себебі қолмен араластырсақ езіліп кетеді. Біздің чак-чактарымыз дайын. Осылайынан 2 тарелкаға салып аламын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.